Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бізде бір түрлі адаммен бір түрлі интервью жалғасуда. Ағадыр кентінің жастарымен кездесуге келіп тұрмыз. Есімін? Асар. Жалпы ментормен кездесуге дайынсың ба? Ұлт қазынасы жобасы туралы не түсіндің? Ол еңбекке және андай мақсатына жетуге үйретеді. Кім үйретеді? Дунай ағай. Сен ол кісіні қайдан танисың? Ол кісіні жаңа интервью еді. Кездесуге дейін болады. Кездесуге дейін интервью еді бізге. Қала берсін. Келесі сұрақ, әлеуметтік желіге кеше ғана офсайд дейтін сериал шыққан. Футболдың барлық қыр-сырын ашатын, барлық ана договорный матчтарын шығаратын. Сол сериалды ютубта өшіріп тастады. Неге? Білмеймін. Неге білмейсің? Көрмеген ма? Өзің немен айналысасың? Бокспен. Бокспен? Атақты боксер Дастан Сәтбаев танисың ба? О, футболист қой. Иә деп уверен айттың ғой. Қанша жыл боксқа қатысып жүргенде? 5. Жарыстарға бардың ба? Нешінші орын алдың? Әлі Қазақстанға орын алдық, бірақ облыстан орындар алдым. Қандай орындар алдың? 3, 2. Бірге жеткен жоқпын әлі. Неге? Болмай жүр. Ұйықтап қаласың ба қайта-қайта? Жарысқа ұйықтап қаласың? Бермейді. Жарыста ұйықтап қаласың? 2 адам ма? Жалпы осы жобаға қатысқың келеді, Дунай ағадан бірдеңе үйренгің келе ме? Қандай боксерлерді танисың Қазақстанда? Геннадий Головкин, сосын Жәнібек Әлімханұлы, Санзат Ташкенбай, Бақыт Сәрсекбаев, Бақтияр Алтаев, Бекзат Саттарханов. Болды, саусағым бітті мен. Жетеді. Серік Сәпиев неге айтпадың? Серік Сәпиев, сосын. Неге айтпадың ол кісіні? Ұмытып кеттім. Ренжіп қалады ғой, көреді ғой, ренжіп қалады. Есіміңіз? Кәусар. Кәусар, немен айналысасыз? Ештемемен. Ештеңемен? Бұнымен айналыспаймын. Ұйықтайсыз күні? Жоқ. Ағылшынға барам. Сондайларды сұрадым ғой. Алдыңғы жылы биге қатысқам. Алдыңғы жылы биге қатыстыңыз бүгін ағылшынға. Келесі жылы? Келесі жылы? Қайда қатысам деген ой бар? Білмеймін. Ұлт қазынасы жобасы туралы түсіндіңіз ба? Иә. Қандай жоба екен? Қысқа-нұсқа айтып берсеңіз. Дунай ағай айтқанда, біз бүгін кездесуде ағай бізге жалпы өзіне сенімділік таныту, және де өзінен басқа ешкімге сенбеу керектігін түсінді, алдыға ұмтылу, өз мақсатынан артқа қарай шегінбеу, және де осы кезде өз жүрегін таңдап, мамандық таңдаудан қателеспеу керек. Мамандық определять еттіңіз уже өзіңізге? 2 мамандықтан да 3. 3 мамандықтан қандай? Біріншісі ол қазақ тілі қазақ әдебиеті мұғалімі, екіншісі хирург немесе нейрохирург, үшіншісі КВШ. Сіз жаңа 3-ші мамандығым КВШ деп айттыңыз да? Иә. Сол неге КВШ? Не үшін? Нема бұл? Не ол? Өйткені қазіргі таңда жігіттер әскерден қашып жүр. Сол үшін мен олардың орнын басқым келеді. Тамаша. Міне осындай ер мінезді қыздарымыз көп болсын, қазақ арулар жазасын. Интервьюіңізге рахмет, былай істеңіз. Достар, біз жаңа ғана Ағадыр жастармен кездесуден шықтық. Менің қасымдағы ментор Дунай аға. Сізге қысқа-нұсқа бір-екі сұрағым бар. Жалпы кездесу қалай өтті? Сіз кеше ойладыңыз ғой, осындай кездесу осылай өтеді деп. Сол ойдағыдай шықты ма кездесу? Жалпы менің ойлағанымдай шықты деуге болады. Өйткені жастар Ағадырдың қыз жігіттері сондай белсенді екен.
басында әрине кішкене былай бір-бірімізді бөтенсіп тұрдық, дегенмен интерактивті біраз жұмыс жасағаннан кейін олар өздерінің ойын ашық айта бастады. Сондықтан да жалпы дұрыс болды деп ойлаймын. Келесі сұрақ, осы жаңа балдар не деп атсыз ғой, балалары активный. Сол балалардың ішіне жобаға өзіңізге таңдап алуға бала көре алдыңыз ба? Негізі ішінде бір 3-4 баланы мен көрдім, бірақ та олардың арманы менің мамандығыма онша ұқсамайды, бірақ та менің осы қазір үйге барғанда жұмыс жасайтыным сол, олардың бойында сонда потенциал бар, значит мен оларды менің мамандығыма тартуым керек. Жалпы жоба аясында бізде 3 бала таңдау керек бір моментте. Сол 3 бала таңдалып болғаннан кейін жоба аясында қандай жоспарларыңыз бар сол жұмыс істейтін? Мен оларды енді таңдап алғаннан кейін өзімнің жүйем бойынша оқытып, оларды жоғары оқу орнына дайындаймын. Бағана өздерін ашық айттым ғой. Бірақ та олар сол түскеннен кейін бәрібір сол біздің еткен еңбегімізді ақтап, Қарағанды жеріне қайтып келіп, кішкене өз еліне де еңбек ету деген шарт қою арқылы. Тамаша, рахмет. Интервью аяқталды. Былай істеңізші. Қолымда микрофон тұр, ыңғайсыз. Жаңа балаларымыз істедік қой. Құрметті көрермендер, біз міне Ағадыр кентіндегі түсірілімді аяқтадық. Ағадыр кентінің жастары өте талантты, өте креативті екен. Соған көзіміз жетті. Және Ағадыр кентінің қонақжайлығына басым дейіп алғысымды айтқым келеді. Ұлт қазынасы келесі кездескенше аман сау болыңыздар.